Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгін біз сендермен түбір мен қосымша тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Сабағымызды бастамас бұрын ережені есімізге түсірейік. Түбір дегеніміз не? Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейміз. Мысалы, жыл, құс, сан, сүт, тағы да басқа. Ал қосымша дегеніміз не? Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейді. Мысалы, құстар, құс түбірге тар жалғау жалғанып тұр. Биші, би түбірге ші жұрнағы жалғанып отыр. Сендер ережені айта алдыңдар деп ойлаймын. Егер айта алмасаңдар, ережені қайталаңдар. Балалар, бүгінгі мәтінде не туралы айтылады, соны білу үшін адасқан әріптер ойын ойнайық. Ол үшін сендер әріптерді рет-ретімен орнына қойып сөзді жазасыңдар, артық әріпті қызыл түркөзге жазасыңдар. Ол үшін видеоны тоқтатамыз. Жазып болсақ тексерейік. Түбір артық әріп О, дойбы қысқа И, жарыс Ы, спорт Н. Сонда бізде ойын деген сөз шықты. Бүгінгі мәтінде ойын туралы айтылады. Назарымызды 19-шы беттегі 36-шы жаттығуға аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Менің інім компьютерге әуестеніп алды. Достарымен футбол ойнауды қойды. Мен інім үшін қатты алаңдадым. Өйткені компьютерде үнемі ойнау зиянды. Інімді далада ойнатудың бір амалын таптым. Екеуміз далаға шығып спортпен айналысамыз. Енді ол компьютерге емес, даладағы ойындарға қызыға бастады. Қазір біз ауладағы балаларды жинап, футбол командасын құрдық. Інім сол команданың капитаны болып сайланды. Балдырған журналынан. Балалар, інісі қандай ойын ойнады? Компьютер ойынын ойнау зиянды ма? Ағасы қайда шақырды? Дала ойындары пайдалы ма? Балалар, мәтін мазмұны бойынша сұрақ дайындаңдар. Мәтінге ат қойыңдар. Компьютердің пайдасы мен зияны туралы ақпарат жинастырыңдар. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Ол үшін видеоны тоқтатамыз. Жазып болсақ, назарымызды 37-ші жаттығуға аударайық. Суреттегілерге қосымша жалғап, екінші бағандағы сөздермен байланыстырып жаз дейді. Ал бірінші шана тұр, сырғана дейді. Енді сендер сол суреттерге қосымшаны жалғап, видеоны тоқтатып, жазып шығыңдар. Жазып болсақ тексерейік. Шана мен сырғана. Бұл жерде қосымша мен жалғауы. Парашютпен секір. Қосымша пен жалғауы. Бассейнде шомыл. Қосымша де жалғауы. Және соңғы доппен ойна. Қосымша пен жалғауы. Балалар, шығармашылық үзіліс 39-шы жаттығуға назарымызды аударайық. Ойлан тап. Жүгіру жарысынан Әнуар, Мағжан, Талғат 3 орынды алды. Мағжан 2-ші орын алмаса, Әнуар 1-ші орын алмаса, ал Талғат 3-ші орын алмаса, кім қандай орын алды? Балалардың реттілігіне назар аударыңдар. Ал ойланайық. Тексерейік. Әнуар 1-ші орын алмаса, онда Мағжан 1-ші орын алады. Талғат 2-ші, Әнуар 3-ші. Балалар, үй тапсырмасы 20-ші беттегі 38-ші жаттығу. Сонымен қатар ережені қайталаймыз.